Ағымдағы жылдың шілде айынан бастап елімізде бағалы металдар мен асыл тастар туралы заңның жаңа нормалар күшіне енді. Осыған сәйкес қазақстандық сынама белгісі жоқ алтын бұйымдарын ел аумағында сатуға рұқсат етілмейді. Семейде техникалық реттеу және метрология комитетінің облыстық департаменті осы мәселеге қатысты өңірлік штаб отырысын өткізді. Бағалы металдар мен асыл тастар туралы заңдағы басты жаңалық алтынға қатысты. Себебі бұрын алтын бұйымдарында Қазақстанның өз белгісі болмаған. Қабылданған заң бойынша енді алтын бұйымдарында еліміздің белгісі мен міндетті түрде өндірушінің белгісі салыну керек. Раньше не было казахстанского своего. Бұрын Қазақстанның алтынында белгі болмаған. Мұнда ескеретін екі жағдай бар. Біріншіден, әрбір бағалы бұйымда өндірушінің өз белгісі болуы тиіс. Екіншіден, Қазақстандық алтын сынамасы көрсетілу керек. Біз бүгінгі өңірлік жиында бекітілген таңбаны көрсетеміз. Қазақстандық алтын бұйымдарына барыстың басының суреті 585 сынамасы мен халықаралық KZ аббревиатурасы бейнеленеді. Жаңа өзгерістер бойынша алтын бұйымдарын жасайтын шеберханаларында міндетті түрде өзінің белгісі болуы керек. Заңдағы өзгерістерді семейлік алтын сатушылар қолдап отыр. Бұл тұтынушының алданбауына кепілдік дейді олар. Это очень важно, потому что сейчас очень много подделок. Бұл өте маңызды, себебі қазір жасанды алтындар жиі кездеседі және онымен айналысатындар да өте көп. Сондықтан алтын бұйым алған кезде сынамасына қарау керек. Сондай-ақ өндірушінің белгісіне де назар аудару қажет. Кей жағдайда сынамасы көрсетіліп, өндіруші белгісі болмай жатады. Яғни бұл бұйымның зауыттан емес, бұрын пайдаланғанын аңғартады. Бүгінде облыс көлемінде алтын бұйымдарын жасап сататын 30-дан астам субъект тіркелген. Оның 14-і Семейде жұмыс істейді. Заң талаптарын орындамағандарға әкімшілік шара қарастырылған. Яғни оларға 200 айлық есептік көрсеткіштен жоғары айыппұл салынатын болады. Арыскүл Мадвасова, Ернұр Қалиялов, Семей жаңалықтар қызметі.